Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қасымхан Алдашев. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Мекен жайларын ауыстырған әлеуметтік қызметкерлер мен жеткізушілер балалардың азық-түлік жинақтарын беру үшін отбасыларды іздеуде. Жағдайдың тұтқындары Екібастұз командасының футболшылары қарыз салдарынан Ташкенттен қайта алмай отыр. Қарызға батты. Ертіс ауданы мектептеріне көмір жеткізуші сотта құқығын қорғай алмады. Павлодарлық кәсіпорын басшысы не туралы кітап жазды? Назар аударыңыз, Ирбис телекомпаниясы енді Екібастұзда. Цифрлық эфирлік хабар тарату абоненттері үшін қол жетімді. Коммерциялық және мемлекеттік ұйымдарды серіктестікке шақырамыз. Сіздер үшін жаңалықтардағы сюжеттер мен бейнероликтерді орналастыру және дайындау, логотиптер мен хабарландыруларды орналастыру. Барлық клиенттер үшін жеңілдіктер, бонустар мен тиімді ұсыныстар. Барлық сұрақтар 8-7182 550855 8-701 918 15-60 телефондары бойынша жарнама бөліміне хабарласуға болады. Құрметті саябақшылар, гүл өсірушілер мен жасыл әлем әуесқойлары. Биосад саяжай мини-маркетіне қош келдіңіз. Табиғи егіншілік әдістеріне сәйкес бақ шаруашылығына арналған тауарлар, сонымен қатар дәндер, құралдар, биодәрі-дәрмектер, өсімдіктерді қорғау үшін биологиялық құралдар, кептіргіштер, өндіргіштер және тағы басқалары. Биосад саяжай мини-маркеті, Толстой көшесі 33. Бетондар фабрикасы, бетон, ФБС, шығыршықтар, тосқауылдар мен аражабын тақталарын жүзеге асырады. Телефондары 78 32 32 78 42 42. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, жаңартылған Пахомовский сауда үйі барлықтарыңызды сауда жасауға шақырады. Дүкеннің бірінші залында азық-түліктердің мол түрлері ұсынылған. Шұжықтар, сүт өнімдері, нан тоқаш және кондитерлік бұйымдар. Сонымен қатар жарма, макарондар мен тағы басқалары. Пахомовский сауда үйінің «Все для дома» бөлімінде Ресей және отандық өндірушілерден корпустық және жұмсақ жиһаздар ұсынылған. Сіздерді қол жетімді бағалар мен әр алуан үлгілер күтеді. Сіздердің ыңғайыңыз үшін бөліп төлеу қарастырылған. Пахомовский сауда үйіне қош келдіңіздер. Сәтті сауда, тамаша көңіл күй. Сапалы және мол өнім бұл әрине көп еңбекті талап ететін, жұмыс пен адамның денсаулығына қауіпсіз болатын табиғи тыңайтқыштар. Вермитех плюс сұйық биогумус, қызыл калифорниялық құрттардың көмегімен өндірілген бірегей өнім. Фермерлік және бағбандық шаруашылықта таптырмайтын зат. Бұл тыңайтқышты астықты, майлы, азықты және басқа да ауыл шаруашылық дақылдары мен бау-бақша телімдеріне қолдануға болады. Сұйық биогумус Вермитех плюс жақсы және пайдалы өнімдер. Қаланың бағбандық дүкендерінен сұраңыздар. Телефондары 39 34 34 39 34 90 8 777 938 23 44. Жүргізушілерге киім ұсынған Lamberti ерлер киім салоны. Тасымалдаушылар 500-ге жуық азық-түлік себеттерін аз қамтылған отбасыларға жеткізе алмады. Айтуларынша өтініш берушілер белгілеген мекен жайларын өзгертуде. Мәселені шешу үшін білім беру бөлімін жұмылдырған. Толығырақ келесі сюжетте. Павлодарда жыл басынан атаулы әлеуметтік көмек алу үшін 4000-нан аса отбасы жүгінген, бірақ 1000-нан астамына ғана берілгенді. Жалпы бүгінде 92 миллион теңге төленген. Ақпан айында тек қана 150 аз қамтамасыз етілген отбасыдан өтініштер қабылданған болатын. Біз енді осы сәуір айында атаулы әлеуметтік көмекке өтініштер азаяды деген болжам күтілуде бізде. Жеткізушілер мен әлеуметтік қызметкерлер үйлер бойынша 900-ден аса азық-түлік себеттерін жеткізіп үлгеріпті. Естеріңізге сала кетейін, олар аз қамтылған отбасыларға арналған. Тағы 500-ін қолға беру мүмкін болмаған. Өтініш иелері құжаттарды тапсырған кезде өзінің бір мекенжайын көрсетсе, сол поставщиктер осы мекенжай бойынша барған кезде осы өтініш иесілер осы мекенжай бойынша тұрмайтындығы анықталды.
Мәселені шешу үшін білім беру бөлімін жұмылдырды. Балаларды балабақшалар мен мектептер арқылы табу үшін, сондай-ақ мамандардың айтуынша дөрекілік көптеп кездесіп отырады. Әлеуметтік қызметшілердің баяулығы кесірінен балалары аш отыр дейді екен ата-аналар. Айта кетейін, азық-түлік жинақтары алдын ала бекітілген тізім мен кесте бойынша жеткізілуде. Қасымхан Алдашев, Тимофей Голев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Алюминстройдағы 48 отбасыны жаңа мектептің құрылысына кірісі үшін уақытша жалға берілетін тұрғын үйге орналастыру жоспарланған. Барлығы 6-2 қабатты үй бұзылады. Қалалық әкімшілікте көпшілігі көшуге келіскен мәлімдеді. Алайда қалғандарын алдағы белгісіздік алаңдатып отыр. Себебін бизнес-блоктан көріңіздер. Шөкин көшесіндегі 6-2 қабатты үйдің тұрғындары өз шарттарын қолдарына алды. Оларға бюджеттен төленетін уақытша баспанаға көшуді ұсынып отыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде жаңа баспана беру мүмкіндігі жоқ дейді. Бұларға арналған ғимарат құрылысы тек осы жылы басталады. Алайда адамдардың бір бөлігі күмән тудыратын аталмыш шарттармен келіскісі келмейді. Шындықты камераға айтуға көбісінің батылы жетпейді. Дегенмен бірен сараңа айтуға шешілді. Возраст у меня 80. Менің жасым 80-де, балдақпен жүремін. 2 рет көшуге күшім жоқ. Егер маған жаңа баспана ұсынатын болса, онда қаланың мемлекеттік жоспары үшін келісетін шығармын. Менің 4 шартым бар. Осы ауданнан пәтер берсін. Қамзин, Шөкин, Павлов және Ломов көшелерінің бойынан. Себебі мен бұл ауданда 52 жыл тұрып келемін. Пәтердің осы ауданнан 2-ші қабаттан берілгенін және жеке алаңыммен күн түсетін жақта орналасуын қалаймын. Бұл менің шарттарым. Тұрғындардың айтуынша оларға тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінен емес, заңды тұлғамен келісімшарт жасауды ұсынған адамды қорқытатыны да осы. Сонымен қатар жалға берілетін пәтерлердің ақшасы да алаңдатады. Жалға берілетін баспанаға 50 мың теңге бөлінеді. Ал егер пәтердің құны 60-70 мың тұратын болса, не істейміз? Қазіргі нарықтағы жағдайда пәтерлерді жалға алу құны қымбат болу әбден мүмкін. Ол тіпті 80 мыңға дейін баратын болса, үстінен өз ақшамызды төлеуге мәжбүр боламыз. Жаңа пәтер бергенге дейін бұл қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Нақты уақытын ешкім ашып айтпайды. Мүмкін 1 жыл, мүмкін 5 жылға созылады. Адамдардың қалуы бұл үйден көшкен соң жаңа пәтерге бірден қоныс аударып, оған үстінен ақша төлемеу. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде заң бойынша тұрғындармен тікелей келісімшарт жасай алмайтындарын айтуда. Бұл мақсатқа мемлекеттік сатып алу бағдарламасы аясында мердігер анықталған. Ол шарт бойынша адамдарға жалға беретін баспана беруге міндетті, ал қаражат бюджеттен бөлінеді. Коммуналдық қызметтер шығынын тұрғындар қалталарынан төлейді. Сонымен қатар олар уақытша баспананы өздері таңдауға құқылы. Нет, ни в коем случае такого нету 50. Баспана үшін 50 мың немесе басқа сома бөлінеді деген жоқ. Дегенмен түкіш бөлімі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанда мердігер пәтерді беруге міндеттенгені көрсетілген. Онда 2 бөлмелі пәтерге 50 немесе тағы да басқа баға көрсетілмеген. Ол тек пәтер тауып беруге міндетті. Негізгі мердігерлік ұйымдарда көптеген жеке пәтерлері бар. Олар соларды тұрғындарға ұсынады. Ал қалай ұсынатынын айта алмаймын. Бұл сұрақты өздері шешеді. Біз үшін ең бастысы қала тұрғындары тарапынан пәтер берілмеді немесе ақша төленбеді деген шағым түспесе болды. Бұндай шағымдар әлі болмады. Пәтерлерді негізінен мердігерлер ұсынады. Егер тұрғындар өздері тауып жатса да, ақшасын аталмыш ұйым төлейді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде 48 отбасының 29-ы көшуге келіскенін айтты. Олар жалға берілетін баспанада шамамен 1 жыл тұруы мүмкін. Содан кейін ғана жаңа үйге ауысады. Ал Алюминстрой тұрғындары үшін 26 мен 28 нөмірлі 2 үй қарастырылған. Жаңа баспана құрылысын Циолковский, Осипенко көшелері бойынан осы жылы бастауды жоспарлап отыр. Қазір сол жерде құрылыс алаңын дайындау үшін 2 қабатты үйдің тұрғындарын уақытша пәтерлерге орналастыру жүруде. Қасымхан Алдашев, Ольга Шкрет, Дмитрий Моисеенко, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Коммуналшылар Алюминстрой аудандағы 6-2 қабатты үйді бұзуға кірісті. Академик Шөкин 165 бөлшек бір мекен жайында жаңа мектептің құрылысы басталмақ. Барлық тұрғындар, яғни 8 отбасы қоныс аударып үлгерді. Пәтер иелері уақытша баспанаға көшірілді. Оны қала әкімдігі ұсынды. Барлық шығындарды да әкімдік төлейді. Біз оларға баспана ұсыну барысында аудан, үйдің қабаты сияқты параметрлерді қарастырамыз. Барлығы тұрғындардың көңілдерінен шыққаннан кейін қоныс аударады. Ескі 2 қабатты үйлерде адамдар 70-80 жылдардан тұрып келеді. Айтуларынша осы ауданға үйреніп қалған. Алайда жаңа баспанаға көшу қажеттілігін түсінеді.
Старая есть старая. Ескінің аты ескі, бұл үйлер 1957 жылы қолданысқа берілді. Баспанамыздың қабырғасы тозған. Тіпті көршілер телефонмен сөйлескенде бізге естілетін жаңа үйге көшу жақсы қадам деп санаймын. Басқалары не себепті көшкісі келмейтінін түсінбеймін. Бұл ескі үйлер кез келген уақытта құлауы мүмкін. Қала әкімдігі қос қабатты 6 үйдегі тұрғындарды жалдамалы пәтерге наурыз айының соңына дейін көшірмек. Кейін бұл жерде 650 орынға арналған мектептің құрылысы басталады. Айтмұхамбет Айғожа, Азамат Айтқалин, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Екібастұз футболшылары маусымның басталуын жіберіп алуы мүмкін, сондай-ақ команда Өзбекстаннан шыға алмай қалып қоюлар ықтимал. Қазақстан чемпионатының бірінші лигасының клубы Ташкентте дайындық кезеңін аяқтайды. Жиында біздің жерлестеріміз өз басшыларының кепілдік хаты негізінде қалған. Олар Өзбекстан тарапына шамамен 8 миллион теңге қарыз. Мы ждем от руководства финансирования. Біз басшылықтан қаржыландыруды күтеміз. Қазіргі таңда өтіп жатқан 3 оқу-жаттығу жиындарына қатысу кепілдік хат негізде ғана ұйымдастырылды. Олардың екеуі Павлодарда, біреуі Өзбекстанда өткізіліп жатыр. Осы сәтті пайдаланып павлодарлық әріптестеріме және кәсіпкерлерге көмек көрсеткендері үшін алғыс білдіремін. Бірақ Өзбекстан тарапынан жағдай қиынырақ. Уақытылы төлем жасамаған жағдайда белгілі шаралар қолданылатынын өзіңіз де білесіздер. Бұл қаржы мәселесі маусым алдындағы дайындық басталғаннан бері жалғасып келеді. Былтырдан бастап қарыздары өтелмеген футболшыларда ақпанда жалақсыз қалмақ. Қазір Ташкент қаласындағы жиында 24 ойыншы, бапкерлер мен дәрігер бар. Барлығы 30 адам. Команда алдағы сенбі күні Шымкент қаласында өтетін Қазақстан кубогының алдын ала кезеңіне жолға шығулары қажет. Алайда қайтуға ақшалары жоқ. Қасымхан Алдашев, Елена Белоградова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Ертіс ауданы мектептеріне қатты отын жеткізумен айналысқан кәсіпкер өз қызметі үшін ақшасын ала алмай жүр. Себебі келісімшарт жасағанымен оны қазына органдарына тіркемеген. Бүгін апелляциялық сот 10 миллион теңгені қайтару туралы шағымды қанағаттандырмады. Василий Бакулин 2019 жылдың қыркүйегінде Ертіс ауданындағы мектептерге көмір жеткізе бастаған. Шенеуніктер кәсіпкермен жасаған келісім шартты қазына органында тіркемепті. Ол туралы бизнесменге ескертпеген. Нәтижесінде кәсіпкер 2 айға жуық уақыт қатты отын жеткізуді жалғастырып келген. Бүгін сотта көрсеткен қызметі үшін 10 миллион теңгені төлеткізу туралы қонымы қанағаттандырылмады. Сіз тасымалдаушы бола тұра сіздің міндеттеріңіз тек келісімшарт тіркелгеннен кейін басталатынын білдіңіз. Ал ол тіркелмеген. Сіз де жұмысқа кіріспеуіңіз керек еді. Бүгін прокурор кәсіпкердің қонымын қанағаттандырмады. Бизнесмен ең алдымен келісімшарттың тіркелгеніне көз жеткізіп, содан кейін ғана қатты отын жеткізу қызметіне кірісуі тиіс еді. Ал Ертіс ауданының білім бөлімі ақша төлеу керектігіне келісіп отыр. Алайда бұл сот шешімі бойынша жасалуы қажет дейді. Нету никаких действительно доверительных. Ешқандай сенім білдіру түсіністік деген жоқ, себебі алдағы уақытта да мен осы мектептерге көмір жеткізуім мүмкін ғой. Мұндай жағдайдан кейін келесі маусымда қалай жұмыс істейтінімді білмеймін. Кәсіпкер маңдай термен тапқан ақшасына бәрібір де қол жеткізбек ниетте. Алдағы уақытта бас прокуратураға шағымдануды көздеп отыр. Бибинур Мұқашева, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында электровоз бен тепловоз соқтығысып қалды. Нәтижесінде бірнеше вагондар рельстен шыққан. Оқиға орнынан түсірілген кадрлар желіде тез таралуда. Толығырақ біздің дәстүрлі әлеуметтік желі айдарымызда. Полиция желілік бөлімі қақтығыс болғанын растады. Теміржол көлігі қозғалысының қауіпсіздік ережелерін бұзу фактісі бойынша тергеу жүргізілуде. Зардап шеккендер мен құрбандар жоқ. Қарағанда электровоз машинесі тыйым салынған белгіге қарамай жүре берген. Содан кейін тепловозға соғылған. Соның салдарынан 3 вагон рельстен шығып кеткен. Кім кінәлі екендігін нақты тексеруден кейін белгілі болады. Сарыарқа шағын ауданы Ломов көшесіндегі 156 бөлшек 2-ші үй тұрғындар арбадағы мүгедектің жаяу жолды тазалағанын кадрға түсіріп алған. Бейне желіде 50 мыңнан астам қаралы мен жүздеген пікірлер жинауда. Адам үнсіз ісін істеді. Оған тіпті арбасы да кедергі келтірмеді. Ал пикке не кедергі? Барлық жақсыларға үлгі. Желіде бас санитарлық дәрігердің коронавирус туралы сөздері таралды. Жандарбек Бекшиннің пайымдауынша коронавирус жақын арада Қазақстанда тіркелуі мүмкін. Біздің жоспарымыз бойынша наурыздың 11-16 күндері ақыры елімізде коронавирус пайда болмақ. Желі пайдаланушылары еліміздің бас санитарлық дәрігерінің сөзін қызу талқылауда. Жақында дегеніне қарағанда ол бұрыннан коронавирусты күткен.
Коронавирусты қызыл жол төсеп күтіп алайық. А неге? Себебі сол. Ол жай ғана «Обитель зла» фильмінің фанаты. Павлодарлық бизнесмен әйелді ұрлағандарды прокурор 11 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Естеріңізге сала кетейін, 2019 жылдың қыркүйегінде белгісіздер Гүлфаз Аубановаға шабуыл жасаған еді. Әйел қаскүнемдердің қолынан сытылып кеткен. Іс адам ұрлауға әрекеттену дерегі бойынша сотқа жетті. Тергеу күдіктілердің 200 миллион теңге ақша сұрамақ болғанын анықтады. Тергеу нұсқасы бойынша павлодарлық кәсіпкер Гүлфаз Абуанованы қаржы қиындығына ұшырағандықтан ұрламақ болған. Банкке аса ірі сома қарыз болып қалған, соны бизнесвуменнің көмегі арқылы қайтаруды шешкен. Іске өзінің жұмыскерін қосып, оған 5 миллион теңге уәде еткен. Барлығын жіті ойластырған. Құрбандарының күнделікті жүріс-тұрысын орнын анықтап, бақылау камераларын істен шығарған. Ұйымдастырушы көлікте болған Абуанованы машинаға кіргізуді сыбайласына тапсырған. Оған пневматикалық қару да берген, алайда жоспар іске аспады. В ответ Аубанова начала бить Милованова своей. Аубанова Миловановты сөмкемен ұра бастаған, қолынан сытылып кеткен. Милованов пен Тезекбаев қылмыс орнынан аталмыш көлікпен қашып кеткен. Айыптаушылар сотта кінәсін жартылай мойындады. Бүгін Гүлфаз Абуанованың шабуылдан соң дәрігерге жүгінуге мәжбүр болғаны анықталды. Денсаулығы күрт нашарлаған. Қазір далаға жалғыз шығудан қорқады. Прокурор 11 жылға қамауды сұрады. Мемлекеттік айыптаушы кінәлары толық дәлелденді деп санайды. Жапа шегушінің қорғаушысы да оны қолдады. Бизнесвумен моральдық шығын да талап етті. Үкім 1 жұмадан соң шығады. Жансая Талипова, Артем Клеван, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Ленинск ертіс жолын тазалауда риза болған көлік құмарлар оны тіпті бейнеге түсіріп жіберген. Ал павлодарлық жүргізушілер кіші айналма жолдағы қауіпті телімдер туралы ескертуде. Сонымен қатар Конституция алаңындағы бақта қоқыс тазаланбайды дейді. Барлығы мобильді қосымша айдарында. Көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Малая объездная. Вот, пожалуйста, смотрите, наши дороги. Поймали яму. Вот. Палец влазит раз. 2 пальца влазит 2. Одно колесо. Зимняя резина, не дешевая. Раз. Вот, пожалуйста, второе колесо. Пойдемте посмотрим теперь на эту яму. Пожалуйста, вот. Убираем баллон. Вот, видите, какая у нас тут дырочка неплохая такая, об которую 2 колеса на выстрел. Пожалуйста, руководство, примите меры. Это полный бардак. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот Ленская, Усолка улица. Чистили снег. Взяли под забор, прям забор мне сломали. Я живу одна с 2 детьми. Как вы предлагаете потом мне чистить вот это вот? Я им подошла, сказала, вы куда гребете так снег? Он сказал, сейчас я уберу. Развернулись и уехали. Это что такое? Вот Усолка 30. Уже месяц ходим в школу. Наш парк Конституции не убираются мусорки. Ни разу не убрались. От самого начала остановки мусорки все переполнены. И до самого конца. Павлодарская область, Сервактинский район, село Алексеевка, улица Кавказская. Вот уже больше месяца, наверное, задутая дорога. Никто ее не чистит. Просим Акимова, завтраками нас кормит. Завтра почистим. Вот улица. Работаю в Павлодаре, выехать не могу на работу. Автодорога Ленинск-Иртыш, Русская Поляна. Расширение снегозаносимого участка. Километр 19. Работа погрузчика. Ишнекоротор СШР-1 на базе Урала. Вот у нас дерево скоро должно упасть. Аж уже вот корни видны. Позавчера был ветер сильный, его прямо это наклоняло. Оно как раз сухое все. Оно тем летом вообще не цвело. Вот, и прямо на детскую площадку.
Это Тарайгырова 107 и 109 Тарайгырова. Видите, аж земля уже поднялась. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Мәдениет шенеуніктері тіл волонтерларымен бірге тағы да сауда нүктелеріне шықты. Олар бутиктердегі ішкі және сыртқы жарнамалардың мемлекеттік тілде жазылуын тексерді. Мәдениет және тілдерді дамыту орталығының мамандары бүгін қаладағы ірі сауда орталығына бас сұқты. Негізінен бутиктердің іші және сыртындағы жазулардың қазақ тілінде болуын, сондай-ақ қатесіз жазылуын қадағалайды. Осы мысалы біздің кәсіпкерлер көбінесе Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасын білмейді, және білетіндер көбінесе тіл талаптарын орындалмайды. Бутик иелері мен сатушыларға тілдер туралы заңнаманың талаптары жазылған парақшалар таратты. Бірқатар нүктеден қателер табылды. На сегодняшний момент у вас не соответствует требованиям закона о языках, нарушено. Мы это хотели вас ставить неизвестность, понимаете? И даже на казахском языке, где написано у вас переводом, тоже не соответствует, неправильный перевод. Просим вас исправить. Он нәтиже бар дейді тіл жанашырлары. Кейбір бутик иелері қатені бірден түзеткен. Айта кету керек, алғаш рет ескерту жасалады. Егер нәтиже болмаса, кәсіпкерлерге тілдер туралы заңды бұзғаны үшін 13-тен 66 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бибі Нұрмұқашева, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық кәсіпкер Анатолий Гловацкий облыстық кітапхана төрінде қос басылымның тұсауын кесті. Бұл маған тағдыр сыйлаған Одесса және өмір кітаптары. Оқырман қауым шығармалардың жігер беретіндігін айтуда. Толығырақ келесі сюжетте. Анатолий Гловацкий Украина елінің тумасы болғанымен өмірдің көп бөлігін Қазақстанда өткізген. Кештің басты кейіпкері ұзақ уақыттан бері ғұмырнама жазумен айналысып келеді. Олардың ішінде соғыс жылдарындағы балалардың қиын өмірі де бар. Автор да бұл қиындықты басынан кешірген екен. Вы знаете, Білесіздер ме, бұл шығармалар өскелең ұрпаққа және өз балаларыма пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Олар үшін бар күшімді салуға тырыстым. Қонақтар арасында қаламыздың белді журналистері, жазушылары және қоғам белсенділері болды. Шараға атсалысқан игі жақсылар жазушының өткен уақытты сипаттаудағы шеберлігінің өте жоғары екендігін айтты. Основа всей жизни. Адамзат баласында еңбек ету аса маңызды, алайда өзінің сүйікті ісімен айналысуды қаперден шығармау қажет. Анатолий Гловацкийдің басылымдары облыстық кітапхана қорында сақталады. Таң тамаша туындыны кез келген жанның оқуға мүмкіндігі бар. Нұрбөпе Докторханқызы, Азамат Айтқалин, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Риддер қаласында жас өспірімдер арасында республика чемпионаты аяқталды. Қорытынды жарыста біздің биатлоншыларымыз тағы 2 медаль еншіледі. Эстафета сайысында павлодарлықтардың қоржыны қоламен толықты. Алдаспор жаңалықтары. Енді өмірдің қайнар көзі су қол жетімді. Таза ауыз суы сіздің жаныңызда. Сіздердің назарларыңызға живая вода, су тазалау аппаратын ұсынамыз. 8 сатылы сүзгілеу жүйесі, алдын ала тазалау, қайта астматикалық жарғақша, органикалық заттар, вирустар мен бактериялардың енуінен қорғайды. Кейінгі сүзгілеу судың сапасын жақсартады, залалсыздандыру әсері бар. Өз денсаулығыңызда үнемдемеңіз, таза суды сатып алыңыздар. Бағасы 1 литр үшін 10 теңге. 8-777-935-90-23 нөмірі арқылы қоңырау шалыңыз. Немесе Исеналиев көшесі 58 мекен жайы бойынша Шапағат сауда үйіне келіңіздер.
Спорт жаңалықтарының демеушісі Экоскат сауда маркасы сіздің өнімдеріңізге аса қамқорлықпен. Казагротмар компаниясы органикалық экотыңайтқыштары өндіретін аналогы жоқ жалғыз қазақстандық өндіруші. Биогумат Экоскат аса тиімді қойылтылған өсуді ынталандыратын органикалық тыңайтқыштарды ұсынады. Экоскат бұл әмбебап тыңайтқыш дәнді, майлы көкөніс дақылдарына арналған. Экоскат экологиялық таза, қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Көшеттер мен топырақтың микробиологиялық құрамын жақсартады. Өсімдіктердің дамуы мен өсуін арттырады. Экоскат тамшылата суару жүйелерінде, сонымен қатар сепкіштердің барлық үлгілері, оның ішінде шағын көлемді нұсқаларда қолданылуы мүмкін. Экоскат жағымсыз ауа райы салдарынан зардап шеккен өсімдіктерді қайта қалпына келтіреді. Биогумат Экоскат сіздің өнімдеріңізге аса қамқорлықпен. Ертіс хоккейшілері чемпиондық атаққа таласын жалғастыруда. Команда сырт айдындағы серияда жеңіске жетті. Матч 5-1 есебімен аяқталды. Бұл уақытта Павлодарда Қазақстан жастар кубогының матчтары өтуде. Матч басталысымен айдын қожайындары есеп ашты. Шайба авторы Эдуард Аватисов. Кейін павлодарлықтар өздерін еркін сезіне бастады. Қорғаныс шебінде осал тұстар пайда болып, қонақтар соны пайдалана білді. Бұл сында қақпашының жолы болмады. Павлодарлықтар бірден есеп айырмасын қысқартуға кірісті. Алайда Теміртаудың ойыншылары таблодағы сандарды еселеді. Нәтижесінде матч 3-5 есебімен қонақтардың жеңісімен аяқталды. Жаттықтырушының міндетін орындай алмады. Қақпаны бос қалдырды. Олардың қақпашысы мықты ойнады. Енді 3-ші орын үшін күрес жүргіземіз. Было очень классно. Өте керемет ойын болды. Бір ұжым болып, әрбір шабуылға қарсы тұрдық. Нәтижесінде жеңіске жеттік. Бүгінде Ертістің негізгі құрамасы да Теміртауға қарсы матч өткізді. Сол себепті ойынның тату аяқталуын күтпесе де болғандай, жас ойыншылар соңғы минуттарда жанкүйерлер үшін нағыз шоу ұйымдастырды. Павлодарлықтар Федерация кубогында ең жоғары нәтиже көрсетті. Алматы қаласынан біздің гимнасттарымыз 10 медальмен оралды. Бұл барлық аймақтан келген спортшылардан біршама көп жүлде. Федерация кубогы халықаралық жарыс. Аймақтық құрамалармен қатар Алматыда Өзбекстан мен Қырғызстан командалары өнер көрсетті. Сондай-ақ Ресей спорт мектебінің тәрбиеленушілері қатысты. Все привезли основные составы молодежи. Барлығы негізгі құрамаларын қатыстырды. Біздің аймағымыздан да мықты спортшылар барды. Бүгінде олар Олимпиада ойындарына дайындалуда. Карими Милад жақсы нәтиже көрсетті. Жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Павлодарлықтар басты жүлдемен қатар 10 медаль еншіледі. Барлық жоғары орындар спорт шеберіне үміткерлер бағдарламасында орындалды. Айта кетсек, бірінші орын үшін бірден 2 павлодарлық. Бұл Роман Маменов пен Нұртан Идрисов күресті. Кейбір спортшыларымыз қателік жасап снарядтан құлаған. Бұған қарамастан 12 жасар гимнаст тәжірибелі спортшыларды артта қалдырды. А там принимали участие в его возрастной группе. Онда 2003-2007 жылғы спортшылар өнер көрсетті. Ресейдің Пенза қаласынан келгендер 2003-терді қатыстырды. Олар біздің спортшылардан қалып қойды. Өзбекстан құрамасын атап өтуге болады. Олар ел гимнасттарына бәсекелестік танытты. Шли вот так вот друг другом. Потом он тоже попадал. Біз бір-бірімізден қалмай өнер көрсеттік. Кейін ол қателік жасады. Мен де құладым. Осылайша екеумізге де тұғырдан орын табылды. Көп сайыста Нұртан Идрисов чемпион атанса, Роман Маменов күміс жүлдегер. Біздің тағы бір спортшымыз Зинола Идрисов үздік бесікті қорытындылады. Кейбір тәртіптемелерде Роман бірінші және 4 рет екінші орын алды. Нұртан болса жүлделердің барлық жиынтығын еншіледі. Ал Зинола қоланы місе тұтты. Аймағымыздың таэквондошылары Қазақстан біріншілігінің іріктеу кезеңіне қатысты. Оңтүстік Астанада чемпиондардың жарысы аяқталды. Дүбірлі додаға жалпы 1125 спортшы тіркелді. Алматы қаласынан павлодарлықтар 6 медальмен оралды. Олардың басым бөлігі қола. Үздік үштікті Иван Илистратов, Азамат Омаров және Алима Садвакасова қорытындылады. Весовая категория у меня было 32. Менің салмақ дәрежемде жалпы 32 спортшы тіркелді. Ең қиын жекпе-жек жартылай финалда өрбіді. Қарсыласым ұзын бойлы. Оған соққы жасау қиынға соқты. Ең бағалы жүлдеге арулар қол жеткізді. 3 таэквондошымыз финалда өнер көрсетті. Бүгінде олардың барлығы ұлттық құраманың сапында. Бір айдан кейін қыздарымыз Қазақстан чемпионатында өнер көрсетеді.
У нас счет был 3-0. Бұл үлкен басымдылық емес, алтын алғаныма қуаныштымын. Қазақстан чемпионатында қарсыластармен қайда кездесемін. Мы ехали на этот турнир, чтобы просто... Біз бұл жарысқа Қазақстан чемпионатына баратын спортшылардың деңгейін көру үшін бардық. Бір ғана мықты қарсылас болды. Биыл мен бұл санатта өнер көрсете бастадым. Тактикамды өзгертетін болдым. Менің ойымша финалда сәттілік маған бұрылды. Тең шайқастық. Камила жекпе-жекте қосымша уақытта жеңіске жетті. Сондай-ақ Іңкар Қалимолданың 3-ші алтын алатын мүмкіндігі болды. Алайда финалдың соңғы секундтарында қателік жасап күміс еншіледі. Павлодардың беделді Muay-Thai шебері Дамир Фатхуддинов Алматы қаласынан жеңіспен оралды. Оңтүстік Астанада ел біріншілігі аяқталды. Біздің файтер 75 келі салмақ дәрежесінде үздік атанды. Спорт туралы бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Спорт жаңалықтарының демеушісі Экоскат сауда маркасы сіздің өнімдеріңізге аса қамқорлықпен. Наурыздың 12-сіне арналған ауа райы мәліметі. Сіздермен бірге Бибінұр Мұқашева. Армысыздар. Алматыда күн құбылмалы, +8 градус. Көкшетауда күн ашық, 7 градус жылы. Петропавл қаласында ашық күн күтілуде, 5 градус жылы. Омбыда күн ашық, +3. Новосібір өңірінде күн бұлтты, -1. Барнаулда да бұлтты күн күтілуде. Термометр -1 градус көрсетеді. Өскеменде жауын-шашынсыз -1. Семей қаласында күн ашық, 2 градус нөлден төмен. Қарағандыда бұлтсыз күн, термометр -2 градусты тұрақтайды. Бас қаламыз Нұр-Сұлтанда да күн ашық, 1 градус жылы. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда көктайғақ, ал ауа температурасы күндіз -2, түнде -9 градус болатынын болжайды. Күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болайық.